أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, осы жұма намазына басып келген қадамдарыңызға Алла риза болсын. Осы басқан қадаммен осы дүниеде жақсылықты, ақиретте, жәннатты басуға Алла нәсіп етсін. لقوله عليه السلام أكرم شاب شيئا لسنه إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қандай да бір жас адам, жас жігіт жайлы айтады. Қандай да бір жас жігіт немесе жас қыз бала, жастарды айтады. Қандай да бір жас адам, яғни бұл жерде еркек те әйел де кіреді. Жасы үлкенді құрметтесе, жасы үлкен кісіні құрметтесе, әкесін құрметтесе, анасын құрметтесе, әжесін құрметтесе, атасын құрметтесе, немесе әкесімен қатарлас үлкен кісілерді құрметтесе, немесе анасымен қатарлас болған әжелерді, аналарды құрметтесе, бұл жастарға айтып тұр. Егер солай құрметтесе, қайдаллаху лаху ман юкримуху инда синнихи, сол жас жігіт қартайған кезде дейді, Алла тағала оны да құрметтейтін жақсы ибалы баламен жақсы қызды және сонымен қатар жастарды оған құрметтеткізіп қояды дейді. Түсіндіңіздер ғой, а? Яғни қазір жас жігіттер ата-анасын құрметтесе, ата-анасының қатарластарын құрметтесе, әжесі мен атасын құрметтесе, атасы мен әжесінің қатарластарын құрметтесе, ол жас жігіт қартайған кезде Алла тағала жастарды, өзінің ұрпағын, баласын, қызы, немесе сонымен қатарласты оларды құрметтеткізіп қояды дейді. Білесіздер ғой, неменеге жетісесің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мініп келместің кемесіне бірі күтіп, әнекей жағада тұр деп Мұқағали босқа айтпаған да. Себебі қарт адам қартайған кезде оның уақытынша келген уақытын адамға сездіреді. Сондықтан үлкенді құрметтеу. Ләйсә минна ман лам ярхам сағирана, кім кішімізге мейірімділік танытпаса, мысалы жас жігіттер. Білесіздер ғой, ағайындар, жалпы өмір сүрген кезде үш кезең болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол үш кезеңнің екі әлсіздік кезеңі деп айтады. Бала әлсіздік, қарт әлсіздік. Ортасындағы жастарға көп уағыз айтқан. Жастар қайратты болады, жастарда қуат болады, жастықтың мастығы болады. Сол жастарға хадистердің 70%-ның көбі осы жастарға айтылған негіз. Екі әлсіздіктің ортасында тұрған жастар ақиретте көп сұрақ жауап осы екі әлсіздіктің ортасынан сұралады деген. Жас кезінде адам қайратты болады, күші көп болады, басынан сөз асырғысы келмейді, жамбасын жерге тигізгісі келмейді. Әкесі, ей балам айналайын десе, қойшы, сен білмейсің ғой деп айтады. Анасы, балам тыңдасайшы деп айтса, мама сендер білмейсіңдер ғой, отырсаңдаршы тыныш, ақшаларыңды беріп алдым, наныңды беріп алдым, не қыл дейсің маған деп ауыр сөз сөйлейді. Сол кезде ата-ана балаға не дейді? Наныңды емес, көңіліңді бермейсің ба деп айтады. Олар қарындар аш болмайды, көңілдер аш болады, қартайған кісілердің. Осы екі жас кезде, жас екі әлсіздіктің ортасындағы қайттыр. Ләйсә минна ман лам ярхам сағирана. Кім ортада тұрған кезде, бізде жас деген кезде 18 бен 45-тің арасындағы жігіттерді айтады негізі. Өзінен кейінгілерге мейірімділік танытпаса, кейбір жігіттер болады, аздап қауқарлы болады да, жас інішектерге қатты тісін батырады, немесе жұдырығын батырып жібереді. Осы жерде осы хадисте айтып тұр. Кім өзінен кейінгілерге мейірімділік танытпаса, ва я'риф шарафа кабирина, үлкендерге қадірлерін көрсетпесе,
пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, олар бізден емес деп айтты. Түсіңіздер ме? Мысалы, сіз айтасыз ғой, мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үммәтімін деп айтасың ғой. Егер үммәт болсаң, кішілерге мейірімділік көрсетпесең, үлкендерге қадірін бағаламасаң, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол менің үммәтімнен емес деп айтты да. Сондықтан үммәт болу өте қиын, жігіттер. Тек қана ла илаха иллалла Мұхаммадур Расулулла ваджабат лаху илал джаннати ли қаулихи алейхиссалам, иман келтірді, мен мұсылманмын альхамдулилля деп анау жуан дауыспен айтқан емес, амалмен көрсеткенде пайғамбар Расулулла менің үммәтім деген да. Білесіздер ғой, Абу Бакр радиаллаху анхудың қызының аты кім болған? Балдары көп қой, бірақ бір қызы болған. Ол қызы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинеге хижра жасаған кезде ол қызы бірге еріп барады соңынан. Абу Бакрдың бинту Асма деген қызы болады. Асма деген қызы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинеде келеді, я Расулулла деп айтады. Менің анам Меккеден Мәдинеге келіп отыр дейді. Вахада мушрикатын дейді. Бірақ ол мушрик дейді. Ислам дінін қабылдамаған дейді. Мушрик келіп отыр, қолында балшықтан жасалған қолында бұт бар дейді. Мен қартайдым, я Асма, маған қара, мені бақ деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, бірақ мен ана асламту, я Расулалла, мен мұсылманмын ғой дейді. Бірақ менің анам мушрик дейді. Мен не істеймін деп сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мушрик па, мұсылман ба деп әрмен қарай сұраған жоқ, қызметін жаса деп айтты. Асма, Алла өксіден разы болсын, намаз оқып тұрғанда анасы бұтқа сүйеніп тұрады. Бір үйдің ішінде еді. Сол кезде бір күн өтеді, екі күн өтеді, ай өтеді. Сонда Асманың анасы мушрик қой. Асма Абу Бакрдың қызын қолынан ұстайды. Сен намаз оқисың, ораза ұстайсың, Аллаға иман келтіргесің, сен сондай мейірімдісің ғой деп сұрайды. Намаз оқитын адамдар осындай бола ма деп сұрайды. Мейірімдісің ғой деп сұрайды. Мен сенің дініңде емеспін дейді. Бірақ сен мені жек көрмейсің, анам ғой деп, тамағыңды беріп жатсың, аяғымды жуып жатсың, тырнағымды алып жатсың, шомылдырып жатсың, киіндіріп жатсың деп айтады. Сол кезде Асма, Алла өксіден разы болсын, мына сөзді айтады. Яғни қазақшаға айтқан кезде, біз мейірімділердің мейіріміне сәжде қойған Алланың Роббыға иман келтірген құлдарымыз деп айтады. Мен сол үшін ғой, сізге қызмет жасаймын, сіз менің анамсыз дейді. Сол кезде анасы Асманың қолынан ұстап, я Асма, жүр, Мұхаммад пайғамбар Расулалланың алдына барайықшы деп айтады. Сол кезде қартайған анасы келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп, иман келтіреді. Енді иман келтірудің не себеп болды деген кезде, Асма оған Аллаға иман келтір, аузу билля, субханалла деп анасын үйтіп жекірген жоқ еді дейді. Анасына керісінше мейірімділік танытты дейді. Мейірімділікті қабыл еткен анасы бұл дінде жалғандық, өтірік жоқ деп исламға келді дейді. Енді құрметті жігіттер, сіздің әдебіңізден қанша адам исламға келді? Мысалы, сіз намаз оқисыз ғой, мысалы, сақал қоямыз, тақия киеміз, шапан киеміз, сәлде киеміз, көшеде келе жатасында, сені қарайды, бір кісі тақия киіп алған, намаз оқиды деп қарайды. Сізді қарайды, сақал қойған, бұл кісі ораза ұстайды, мешітке баратын адам ғой деп қабылдайды. Енді сіздің әдебіңізден қанша адам исламға келді? Немесе сіздің әдепсіздігіңізден, жағымсыз болған мінезіңізден қанша адам мешітке келмей қойды, исламдан шығып кетті? Осы нәрсені қараңыз да. Асма мушрик болған анасын исламға алып келді. Немен? Оны жекіріп ұрысқан жоқ, әдебімен алып келді. Қазір бүгін жұма намазынан кейін шыққанда, анашым, қалыңыз қалай? Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем деп, анаңа хабарласшы. Немесе әкеңді барып жұмадан кейін құшақтап алшы. Асқар Таудай менің әкем деп. Әке, сен барсың,
альхамдулилля, мен байлығым барсың ғой деп құшақташы. Әкең мен анаң сенен сұрайды, неге деп. Себебі жұма күні ата-анамызды мұсылмандар көп қуантады деп. Тәттіңді алып баршы. Ол саған ғашық болады және сенің намазыңа ғашық болады да. Сахлан ибн Саад, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам су немесе сүт ішкен кезде, мынау біздер отырамыз ғой дастарханда былай, төрт бұрышты немесе дөңгелек болып ас жейміз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүтті алып келгенде пайғамбар Расулалла суды ішеді. Суды немесе сүтті ішеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оң жағына беретін болған. Егер оң жағында жас сахаба отырса, онда жас сахабадан сұрайтын болған, рұқсат болса, сол жақта үлкен кісі отыр, үлкен кісіге берейін деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үлкен кісіні құрметтеу сүннет деп айтқан да. Мән тавадда'a лиллахи рафa'аху Аллаху. Кім Алла разылығы үшін кішіпейіл болса, Алла разылығы үшін кішіпейіл болса, وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ. Яғни, мән тавадда'a лиллахи рафa'аху Аллаху. Кім Алла разылығы үшін кішіпейіл болса, Алла тағала оның дәрежесін көтереді деп тұр. Қарапайым кішіпейіл болған момын жігіттер болады ғой, Алла олардың дәрежесін көтеріп қояды. وَمَنْ تَكَبَّرَ. Егер кім такаппар болатын болса, وَضَعَهُ اللَّهُ. Оны Алла дәрежесін түсіріп қояды. Еш уақытта момин адамда жеңіліс болмайды, ағайын. Сен момин болсаң, халықтың ішінде сені қойдан жуас. Момин ғой, жақсы отбасы ғой, парасатты отбасы ғой деп қарайды да. Сол сенің шаңырағыңа осы тұрғындар қыз бергенін жақсы көреді. Неге? Момин семья деп. Біздің қызымызға қиянат жасамайды деп ойлайды. Сенің үйіңнен қыз алғысы келеді. Неге? Себебі момын отбасы ғой деп. Момындықта еш уақытта жеңіліс болмайды. Момын болып дүниеде жүретін болсаң, елдің ішіндегілердің барлығы сені жақсылықпен еске алады. Егер момын болып дүниеден өтетін болсаң, онда Хазіреті Омар радиаллаху анху моминдардың қатарында тірілесің да. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ Аллаху. Егер кім такаппар болса, Алла оның дәрежесін түсіреді. Еш уақытта такаппарлардың бизнесі де, жұмысы да, отбасында да береке мықты болмайды. Такаппар болғандарды Алла тағала оны жек көреді. Сосын жәннатқа да такаппарлар кіре алмайды. Момындар кіреді. Сол үшін «Вәл-му'минина вәл-му'минат вәл-муслимина вәл-муслимат» деген аятта мұсылмандар деп айтып тұр ғой, бірақ бұл жерде момындар ғана жетістікке жетеді деп айтып тұр да. Алла тағала сіздер мен біздерге сол момындардың қатарында болуға нәсіп етсін. Бірақ бір нәрсе, момын бол деп айтса, момин бол деп айтса, ынжық бол кетуге болмайды. Жомарт бол деп айтса, ысырапшыл бол кетуге болмайды. Батыр бол деп айтса, жауыз бол кетуге болмайды. Қаражатыңды үнемде деп айтса, сараң бол кетуге болмайды. Сондықтан оның шекарасын ұстау керек та. Момин бол деп айтса, үйіңе бір дұшпан кірсе де, немесе мүлкіңді біреу тонап отырса да, моминбіз ғой деп отыра бермейсің ғой енді. Алдынан шығасың ғой мүлкіңді, отбасыңды қорғауға, еліңді қорғауға. Сондықтан әр нәрсенің өзінің бір несі болады, шекарасы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабалармен осылай отырады. Қасында Абдурахман ибн Сахл, өте жас сахаба болады. Сахабалармен отырған кезде, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйлесіп отқан кезде, Абдурахман ибн Сахл өте андай не болады, зерек болады. Сол кезде қайта-қайта Пайғамбар Расулаллахның сөйлесіп отқан кезде үлкен кісілерге қарап сөйлейді ғой. Үлкен кісілерге қарап, ал ағалар не айтасыздар деп қараған кезде, Абдурахман ибн Сахл сөйлеп қоя береді да. Ол былай ғой, ой Расулалла ол мынандай ғой деп айтып қоя береді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр ибн Сахлаға қарайды да, каббирил кубро деп айтады. Үлкен кісі отырғанда сөз бастама деп айтады да. Осы хадис бізде көп қазақ даласына тараған. Мысалы сенің әкең бар, анаң бар, үйде мысалы ет саласын, ет асасын.
Ет салған кезде нан салып, етті алып келеді. Әкең мен анаң отырғанда сен бірінші бастайсың ба? Не істейсіздер, жігіттер? Әкеңді күтесің ғой. Ол әкең мейлі қарапайым болсын, мейлі ол көп ақша табатын әке болмасын, бірақ әкеңді күтесің де, әке ас кеп қалды, бастасаңшы деп айтасың. Осы сүннет, ағайын. Әдепсіз балдар болады, әкесі келмей жатыр, қойшы, әлі жүр ғой деп әкесінің сыртынан мысқылдайтындар ғой, ол сүннеттен емес. Әкесі жоқтар не істейді? Анасы отырады. Анашым бастаңыз, ас келді деп. Анасы бисмиллахир-рахманир-рахим деп алады, содан кейін балаша. Осы аста береке болады, ағайын. Үлкенді құрметтеген дастарханда береке болады. Көп адамдар ойлайды ғой, мен шустрый болғаннан, немесе көп кітап оқығаннан, немесе көшеде жүріп қалғаннан шаруа шешіп алдым дейді ғой. Жоқ. Үйіңде қартайған әкең немесе анаңның дұғасы да бұл. Сен шаруаң оңынан үйлесіп тұрған. Білесіздер ғой? 103 рет жекпе-жекке шыққан кім болған бізде? Машалла, Қабанбай, Қабанбай 103 рет жекпе-жекке шыққан, бірақ біреуінде де жеңілмеген да. Сол кездегі батырлар сауытсыз жауға шапқанда, сосын сауыт киіп жауға шапқанда, сіз бұрын сауыт кимейтін едіңіз ғой дегенде, ол не деп айтады сол жерде? Қабанбай, менің анам тірі еді ғой деп айтады. Анам үнемі жорыққа шыққанда, балам қазақ даласына жаудың тұяғын бастырмасын, елге аман есен оралсын деп дұғада болатын еді дейді. Анам дүниеден өтті, ол дұға жоқ, енді сауытпен шығам деп айтады. Батырлар, Қабанбайдан артық емеспіз ғой, ағайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мұсылманға ұқсайтын бір тал бар деп айтады. Осы хадисті кім біледі? Сол хадисті айтып атқан кезде, осы хадисті үлкендерден сұрайды, үлкендерге қарайды да, мұсылманға ұқсайтын бір тал бар, шөл далада өседі деп айтады. Сонда үлкен кісілер ойланып тұрып қалады, қай тал екен деп. Сол сахабалардың арасында кім? Абдулла ибн Омар отырады. Ол Абдулла ибн Омар біліп тұрады. Абдулла ибн Омар кім баласы? Абдулла кім баласы? Омар радиаллаху анху. Омар өлетін кезде, дүниеден өтетін кезде, Омарды білесіздер ғой, қанжарлайды ғой намаздың уақытында. Сонда өлейін деп жатқан кезде баласына келіп, мен саған бір өсиетім бар деп айтады ғой. Сол кезде Омар баласына не өсиет айтады сол жерде? Абдулла, Алладан қорқ деп айтады. Сол өсиеттің өзі Абдуллаға жеткілікті болды дейді. Абдулла ибн Омар отырады, Абдулла ибн Омар ғалым адам болған. Бәрін біліп отырады. Шөл далада өсетін бір мұсылмандарға ұқсайтын бір тал бар деп айтады. Ол тал шөл далада өседі. Қандай тал дегенде ақсақалдар ойланып тұрып қалады сол жерде. Енді үлкен кісілер, үлкен сахабалар. Сонда Абдулла ибн Омар біліп тұрса да, жастар, не айтасыңдар, қандай тал деп сұрағанша күтеді ғой. Ал бізде қазір мына жерде бірдеңе сұрақ қойса, бір кісі келіп бір нәрсе, үлкен кісілерді аттап кетеміз ғой. Жоқ, үлкендер сөйлесін деп. Үлкендердің айтқанына тоқтау. Ата-ананың айтқанына тоқтау. Енді кейбір жігіттер айтады, әкем Совет одағының адамы ғой, ол көпті білмейді ғой, қазіргі біз жастарымыз ғой. Қазіргі үлкендер жастарды түсінбейді деп айтады. Жоқ, жастар үлкен кісіні түсінбейді. Себебі жас үлкен болып көрген жоқ, үлкендер жас болып көрген. Ол технологияның дамығаны оған қатысы жоқ. Бұл жерде адами тұлғалықты сақтап қалу. 70-тен жасың асқанда, 80-ге аяқ басқанда, жастар келіп елемесе, келіп сәлем бермесе, күнде асыл кисеңде, қартайғанда ер жетім деп айтады. Қанша әдемі киіп, қолыңа қымбат сағат тағып, қымбат телефон ұстап, асылды киіп тұрсаң да, жастар келіп сәлем бермесе, қартайғанда ер жетім деп, әкең жетім болып қалмасын да, анаң жетім болып қалмасын. Анашың бір шай ішейік десең, соған мәз. Анасы бар адамдар, не қал деген?
ешқашан қартаймайды. Балаң жақсы болса, жердің қай жері жақсы деген? Аллаху акбар. Жердің үсті жақсы. Балаң жаман болса, жердің қай жері жақсы? Жердің асты жақсы дейді. Ағайындар, ата анаң тірі ме? Мейлі намаз оқымаған шығар, мейлі ораза ұстамаған шығар, бірақ Алла қаласа, Алла нәсіп етсе деген мұсылманның ишаратын көрсетіп тұрма, бол, анашым, Асма Абу Бакырдың қызынан артық емес шығарсың енді. Расулулланы көзбен көрген. Мушрик болса да оның исламға келуіне Асманың әдебі себепші болды ғой. Анашым деп құшақтап еркелетіп қойшы. Балаша қуанады ғой. Муса алейхиссаламның заманында білесіздер ғой, 3 адам үңгірдің ішіне тығылып қалады. Қатты сел болады. Селден таудың үлкен тасы келіп үңгірді жауып қалады. Үшеуі ол тастан құтыла алмайды. Үшеуі нені еске алады? Осыны кім біледі? Амалдарын еске алады. Аллаху акбар. Бірінші амалы малшы болады, малы көп болады. Малын баққан малшыға оның хаққысын береді. Хаққысын берейін деп жатқанда оның ата-анасы ауырып, малшы кетіп қалады. Бірнеше жылдан келіп малшы өзінің хаққысын сұрайды. Мен осынша уақыт бақтым, менің 5 қойым бар еді, соның хаққымды бер деген кезде бай малшыға әділдік танытып не береді сол жерде? 5 қойың 5-6 жылда бір отар қойы болды деп айтады ғой. Бір отар қойын әділдікпен бердім. Я Раббым, мына тастан бізді құтқара көр, сол жасаған бір жақсылығым үшін деп айтады ғой. Екіншісі, бай болады, астығы көп болады, елде ашаршылық болады, мал жұтым болады. Мынау ағайындар жұт келдік дейді ғой, бұрынғы заманда, жұт келгенде жұт мынау жердің бетіне ғана келмейді, теңіздің астындағы балықтарға да келеді ғой. Ойлайды ғой көбісі, Каспийді жайықтың суына балық көп қой, жебеді бе деп айтады ғой. Жұт келгенде жердің үсті, асты теңіздің астына да келген ғой жұт. Аштан қырылған. Сол кезде байдың үйінде астық болады. Сұлу әйел келіп, балдарының аш отырған байдан бір тостақан ұн сұрайды, астық сұрайды, өліп баратырық дейді. Сонда бай айтады: менімен бір күн төсекте болсаң, бір қапшық астық беремін дейді. Сол кезде ана әйел аштықтан қатты қиналғанда жақсы деп келіседі. Сөйтіп бөлмеге кіреді, есіктердің барлығын жабыңызшы, мен ұялам деп айтады. Есіктің барлығын жаптым дейді. Жоқ, сіз бір есікті жаба алмадыңыз дейді. Қандай есік дегенде, Алланың көру есігін жапқан жоқса әлі дейді. Сол жерде тоқтайды да: я Раббым, мені Алланы есіме түсіріп, зинадан сақтау үшін осы нәрсені айтқан үшін саған бір қапшық алтын емес, астық емес, барлық қапшық алтынды елге таратады. Ал сен қазір кәсіпкерсің, көшеде бір сұлу қыз сенің көлігіңе қызығып, алдыңа отырып, сенен бір нәрсе сұраса, сен сондай батырлық таныта аласың ба? Әлсіз біз, таныта алмайсың. Дәретің бұзылып, не айтқаныңды білмей қаласың ана жерде. Намаздың уақыты өтіп кеткенін білмей қаласың. Тілің салақтап, соға қарап ұлып тұрасың. Әлсіздік осы жерде. Ол барлығын таратады. Осы жасаған жақсылығым үшін. Үшіншісі, ата-анасы қартайғанда баладан су сұрайды. Баласы сүтті, нанды былғап, сүтті апарған кезде ата-анасы оның қасында жоқ болады, ұйықтап қалады. Солар оянғанша ұйықтамай отырады. Я Раббым, осы жасаған жақсылық. Енді қараңыздар, осы 3 адам өмірінде жасаған бір жақсылығы, дұғасын айта білетін адам ол тастан құтылады. Ағайындар, сіздерше өмірде не жақсылықтарды еске ала аласыздар? Бір жақсылықтарыңыз бар ма? Мен осындай бір аш адамның қарнын тойғызып едім, осындай бір адамға мен мұқтаждығын көрсетіп едім деп айта алатын неңіз бар? Егер ештемеңіз жоқ болса, әлі өміріңіз бар,
елге бір қайырымы бар жігіт болуға Алла күш қуат берсін. Үйге хабар беріп бір уақыт болып қалыпты ғой, осы хадисті айтайық, сонымен тоқтайық. Үйге хабар беріп келу. Білесіздер ме, үлкен кісілер бар ғой. Үлкен кісілер, мен енді нағашы атамыздың үйінде көп болдық біздер. Нағашы атамыздың екі кемпірі болды. Совет одағында екі кемпірі. Біреуі тақуа кісі болды, бірақ бала көтермеді. Менің етегіме қарап отыратын болсаң, сен ұрпақсыз қаласың деді. Сен екінші әйел ал деді. Бірақ ол екінші әйелді мен таңдап берем деді. Қазір біреуге зекет бер, ораза ұста, тахаджудқа тұр десең, иә, жасап отырып қой деп айтады ғой. Бірақ екінші әйел жөнінде уағыз айтқанда сұрақ қойып кетеді ғой жамағаттың арасында, екі әйел алу үшін еркек болу керек қой бірінші. Сол екінші әжеміз 12 құрсақ көтерді, 12 бала туды. Бірақ 12 баласының барлығы үлкен әжеге бауыр басты. Ана өз туған анасы емес. Сонда енді үйде отырамыз ғой, екі кемпір. Сол кезде 90 квадраттық үй ғой, Совет одағындағы. Ана атамыз, нағашы атамыз үйге жақындағанда деп кіріп келеді. Бар ма сондай аталарды көргенсіңдер ме? Есіктің алдына келгенде далада жөтелмейтін шал үйге келгенде жөтеліп қалды, білесіңдер ме? Деп табалдырықты тарс етіп қағады ғой аяғымен. Көрдіңдер ме, көрген жоқсыңдар ма? Сол сүннет екен ғой, хабар беріп келу. Сол кезде үйге сүннет кіріп келеді. Сол кезде әжеміз, мен ол кезде баламын ғой, әжеміз орнынан ат тұрады. Ей қыз, жина етегіңді. Асқар таудай әкең келе жатыр. Ей бала, тұр орныңнан. Әкеңнің күртесін ал. Сенің қамқоршың келе жатыр деп. Сол кезде ана сіңіп кет. Күнде естисің ғой сөзді. Осы атамыз болмаса аш қаламыз деп ойлайтын едім. Ана әкеге деген махаббатты оятқан ғой. Жұма намазында атырауда осыны уағызда айтып жатсам, соң кетіп қалып бір жігіт. Келесі жұма келіп тұр. Өткенде сіз ана хабар беріп келесі сүннет деп айттыңыз ғой дейді. Бізге пайда қаспайды екен дейді маған. Не болды десем, үйіне кірген ғой, алдынан қатын атып шыққанда жайлешек балдарды оятасың деп айтады дейді. Әлі сен бар сүннетті тірілте алмай жатсың, тыныш жүре берші, одан қайда дедім. Басқа да сүннеттер бар ғой, соны жасай берші дедім. Ағайындар, тағы да жұма қабыл болсын. Мынау мешіттеріңіз өте әдемі жасалды, қатты көңілім толып отыр. Бізде Нұрғасыр мешітін жақсылап жасадық, бірақ әлі жұмысымыз көп. Бірақ сіздердің мешіттеріңіз кәдімгі ұядай болыпты бар ғой. Бұл жамағаттың бірлігінің арқасы. Қай бір мешітке барсаң, мешіт жарқырап, әдемі, тап-таза, қылшық жоқ болса, ол жамағаттың жүректері Алладан қорқатынның белгісі болады. Алла сіздерге разы болсын. Осы мешітке үлес қосқан, қандай да бір сөзбен, дұғамен, қаражатпен үлес қосқан жігіттер махшарда Алланың жәннат бақшаларында болуларыңа нәсіп етсін. Ағайындар, мына соңғы кезде Ақтөбе облысында жол апаты қатты көбейіп кеткен. Осы 2025-тің өзінде жол апатынан 2400 адам қайтыпты. Әсіресе жас жігіттер көлікті жай айдаңдар. Өзіңнің жаныңа, өзгенің жанына қиянат жасамаңдар. Ақиретте сұраласыңдар. Катар деген елді білесіздер ме? Сол елде егер авария болатын болса, ограждение 120 ғой, 140-160 болатын болса, ол адамның жаназасын оқымайды. Себебі өз-өзіне қастандық қылғаны үшін. Сондықтан бізде ондай, Алла сақтасын, ондай жоқ. Бірақ өзгенің және өзіңнің жанына қиянат жасама. Біреудің баласын зар жылатпа, анасын алып. Біреудің әкесін мұңайтпа. Біреудің баласынан айырма. Сондықтан жай жүрсеңдер, кең болсаң, кең болмайсың, тек жүрсең, тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Жігіттің жігіттігімен талассаң, талас, жігіттің бағымен таласпа дейді. Алланың берген бағын ұқыпты пайдаланыңдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.